Барлығыңызға қайырлы күн. Сіздермен бүгін Айнұр. Бүгін біз сіздермен манная каша дайындаймыз. Ол үшін бізге ұнтақ жармасы, сүт, су, тұз, қант керек болады. Алдымен ыдысқа 1 стакан сүт құямыз. 1 стакан ыстық су құямыз. 4 ас қасық ұнтақ жармасын бөлек ыдысқа салып аламыз. Сүт кішкене қайнай бастаған кезде осы ұнтақ жармасын араластырып отырып саламыз. Дәміне қарай тұз, қант саламыз. Мен тәтті болғанды ұнатамын. 2 ас қасық қант саламын. Орташа отта осы қайнап тұрған күйінде 3 минуттай пісіреміз. Орташа отта оттың астын жайлатып, шамамен тағы да 2 минуттай пісіреміз. Мінекей біздің манная каша дайын. Астарыңыз дәмді болсын. Менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған Айнұр.